Өткен тақырып бойынша автоматты бұғаттау жүйесі. Жалпы теміржол көлігінде ББО құрылғылары атқаратын қызметіне байланысты екі топқа бөлінеді. Бірінші – автоматты бұғаттау, екінші топқа электрлік және диспетчерлік орталықтандыру. Блок учаскеде автобұғаттау кезінде немесе сигнал берумен байланыстың дербес құралы ретінде қолданылатын автоматты локомотив сигнал беруі кезінде станциялар арасындағы аралықтың өту бағдаршамымен немесе өту бағдаршамымен және станциямен шектелген бөлігі болып табылады. Автоматты бұғаттау бір және екі жолды теміржол желілеріндегі пойыздар қозғалысын реттеудің негізгі жүйесі. Олар аралық бойынша пойыздар жүріп өткен кезде бағдаршамдардың сигналдың көрсеткіштері автоматты түрде өзгеріп отырады. Пойыздарды станцияға қабылдау және жөнелту жұмыстарына кіру және шығу бағдаршамдары жүзеге асырылады. Оларды станция бойынша кезекші басқарып отырады. Теміржол көлігінде автоматика және телемеханика құрылғылары немесе белгі беру, орталықтандыру, блоктау құрылғылары пойыздар қозғалысына қатысты өндірістік үдерістерді автоматтандыруға, жол қауіпсіздігін және өткізгіш қабілеттілігін қамтамасыз етіп отырады. Теміржол желісінде бір жолды және екі жақты автоблоктау жүйесін қолданады. Перегондағы пойыздардың қозғалысын реттеу үшін автоматты блоктау қолданылады. Автоматты түрде сигналдарды өзгертіп отырады. Автоблоктау құрылғысы блок учаскелердегі бос немесе бос еместігін белгілейді. Сол себепті оны диспетчердің пойыз қозғалысын басқаруға және переездеге пойыз жақындағанын білдіретін автоматты